Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі пәніміз қазіргі заманғы қазақ тілі негіздері. Дәріс оқушы Ерназарова Гүлбаршын Шаршыбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ең үлкен көлемді тақырып лексикология және лексикологияның салалары туралы сөз қозғаймыз. Жоспарымыз тіл білімінің лексикология саласына кіріспе, сөздік қор мен сөздік құрам туралы түсінік, лексикологияның салалары. Ең бірінші біз лексика терминіне тоқтап кетсек. Лексика деп отқанымыз белгілі бір тілде қолданылатын барлық сөздердің жиынтығын біз лексика деп атаймыз. Мысалы, қазақ тілінің лексикасы, орыс тілінің лексикасы, ағылшын тілінің лексикасы. Жеке ақын жазушылар шығармаларында қолданылатын барлық сөздердің жиынтығы да мысалы лексикаға жатады. Мысалы, Абай шығармаларының лексикасы. Лексикологияға тоқталатын болсақ, жалпы лексикология деп отқанымыз сөз туралы ілім, немесе Ахмет Байтұрсынов лексикологияны сөзтаным деп атап кеткен. Яғни сөздің мағынасын тану, жалпы сөздік қордағы сөздерді тану. Зерттеу нысаны, лексикологияның зерттеу нысаны тілдің сөз байлығын, яғни тілдегі барлық сөздерді бір-бірімен байланыстыра, бір тұтас жүйе құрамында қарастырады. Тілдегі сөздердің құрамдық, тұлғалық, мағыналық түрлерін саралайды. Тарихи арналары, шу көздері мен қат-қабаттарын, әдеби, диалект, көне және жаңа сөздерді қарастырады. Қолданылу аясы мен қызметтерін көрсетеді. Яғни жалпы тілдегі сөздердің қолданылу аясы кең ауқымды болуы мүмкін, немесе тар болуы мүмкін. Міне сол жағында қарастырады. Келесі қарастыратын мәселесі сөздің сөздер жүйесінде алатын орны, қолданылу қабілеттілігі, күнделікті қарым-қатынастағы көрінісі мен сан қилы сипаттарын зерттейді. Тіліміздегі сөздерді біз жалпы сөздік қор және сөздік құрам деп аталатын екі топқа бөліп қарастырамыз. Енді осы сөздік қор мен сөздік құрамға жеке тоқталып кетсек. Сөздік қор деп отырғанымыз тіліміздің сөздік құрамына ұйытқы болған ең байырғы түбір сөздер. Сөздік қорға тән негізгі белгілер. Жалпы халықтық қолданыстағы байырғы түбір сөздер, тіліміздегі сөздердің ең көне қабатына жататын сөздер, жаңа сөз тудыруға негіз болатын сөздер, яғни біз сөздік қордағы сөздерге сөз жасамының үш тәсілін қолдану арқылы біз жаңадан сөз жасай аламыз. Сөздік қорға тұрақтылық тән, яғни олар өмір бойы қолданылып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан сөздер. Мысалы, ата-ана, тау, тас, қала, өзен, көл, күн, түн, ай, апта деген сөздердің барлығы да біздің сөздік қорымызға кеше енген жоқ, ол байырғы қолданылып келе жатқан сөздер. Ал сөздік құрам деп отқанымыз не? Сөздік құрам деп тілдегі барлық сөздердің жиынтығын біз сөздік құрамға жатқызамыз. Сөздік құрамға байырғы төл сөздер мен кірме сөздер, көне сөздер, кейіннен жасалған жаңа сөздер, әдеби сөздер мен қарапайым сөздер, кәсіби сөздер мен жергілікті сөздер, терминдер, басқыншы сөздер, яғни барбаризмдерді біз басқыншы сөздер деп атап жүрміз. Яғни осы сөздердің барлығы түгелдей дерлік енеді. Сөз түрлері. Енді сөздің түрлері өте көп. Біздің қазақ тілі ең бай тіл деп атаймыз біз қазақ тілді. Сөздер мағыналық қарым-қатынастарына қарай, атап айтқанда мағыналарының бірдейлігіне, жақындығына, қарама-қайшылығына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Олар синонимдер, амонимдер, антонимдер, амофондар, амографтар, эвфемизм, дисфемизм, табу, перифраз, плеоназм, калика, этнографизмдер, оказионализмдер, діни сөздер, кәсіби сөздер, термин сөздер, әдеби сөздер, варваризмдер, бейтарап сөздер, неологизмдер, кірме сөздер, стильдік бояуы бар сөздер, стильдік бояуы жоқ сөздер және эмоционалды экспрессивті сөздер болып бірнеше топқа бөлінеді. Яғни осымен қазақ тілінің сөздік қоры шектелді деп біз айта алмаймыз. Басқа да сөздің түрлері бар. Біз оны осы сөздің түрлеріне қарай бөлінген лекцияда біз әрі қарай бұларды тереңінен қарастыратын боламыз. Жеке лексикологияға тоқталып кететін болсақ,
Жеке лексикология белгілі бір тілдің сөзі құрамын шығуы мен тарих бойында даму тұрғысынан немесе тілдің сөзі құрамын сол тілдің белгілі бір дәуірдегі, мысалы қазіргі дәуірдегі қалып тұрғысынан қарауы мүмкін. Лексикология тарихи лексикология және сипаттамалы лексикологияға болып екіге бөлінеді екен. Енді осы тарихи лексикология мен сипаттамалы лексикологияға жеке тоқталып кетсек. Тарихи лексикология өзінің атынан да белгілі болып тұр, яғни тілдің сөзді құрамын, шығуы мен замандар бойында қалыптасуы мен дамуын, лексиканы құрастырушы арналар және олардың тарихы тұрғысынан зерттейді. Яғни тарихи лексикология деп отырғанымыз, мысалы қазақ тіліндегі белгілі бір сөздер тобын алсақ, сол сөздер тобы біздің қазақ тілімізге қалай пайда болды, немесе қай тілден ол енді, немесе ол ғасырлар бойы қандай өзгеріске ұшырады. Міне осының барлығын қарастыру тарихи лексикологияның еншісіне жатады. Ал сипаттамалы лексикология қазіргі тілдің қазіргі жағдайын қарастырады. Яғни ол тарих бойындағы өзгеру тұрғысынан емес, қазіргі уақыттағы тілдің қалпын зерттейді. Мысалы, соған қарай, мысалы біздің пәнімізді айтатын болсақ, қазіргі қазақ тілі десек, осы біздің қазіргі қазақ тілі пәніміз сипаттамалы лексикологияның еншісіне жатады. Енді лексикологияның семасиология тарауымен тығыз байланысты бір саласы бар. Ол аномасиология деп аталынады. Аномасиология зат немесе құбылыс ұғымының белгілі бір аталуының заңдылықтарын қарастырады. Аномасиология жер, су, өсімдік атауларын, кісі есімдерін зерттейді. Аномасиология өзі іштей, яғни аномастика деп отырғанымыз, яғни атау деген ұғымды білдіреді. Аномасиологияның өзі іштей антропонимика, топонимика, фитонимика, зоонимика болып бөлінеді, яғни атауларына байланысты. Ал лексикологияның тағы бір үлкен саласы бар, ол фразеология. Фразеология грек тілінен аударғанда фразо сөйлемше, логос ілім деген мағынаны білдіреді. Фразеология сан алуан фразеологиялық сөз тіркестерін және сөйлемдерді зерттейді. Сонымен бірге тұрақты сөз тіркестерінің түрлерін, олардың құрамы мен жасалу жолдарын қарастыратын саланы біз фразеология дейміз. Фразеология жалпы, яғни қай тілде болмасын, ағылшын тілінде болсын, француз тілінде болсын, оның қарастыратын мәселесі бір ғана мәселе, яғни сол тілдегі тұрақты сөз тіркестері, тұрақты сөз тіркестерін беретін мағынасы, идиомалық тіркестер, фразалық тіркестер, яғни барлығы да осы фразеология саласында қарастырылады. Тарихи лексикологияның бір саласы этимология. Этимология сөздердің шығу тегін зерттеп, олардың алғашқы мағынасының қандай болғандығын айқындайды. Этимология зерттеулер жеке сөздердің шығу тарихын ғана емес, сонымен қатар жалпы тілдің тарихын ғана танып білуде де маңызы өте зор. Этимология деп отқанымыз, яғни бүкіл қазақ тіліндегі сөздердің шығу тарихын зерттейтін, оны ғасырлар бойы өзгеру жолдарын зерттейтін саланы біз этимология деп атаймыз. Этимология, яғни этимологиялық сөздіктерде бар бізде. Этимологиялық сөздіктерде, мысалы, шығу төркіні белгісіз, немесе қалай біздің тілімізге енгені жайлы кейбір сөздердің мағынасын түсінгіміз келсе, біз осы этимологиялық сөздіктермен жұмыс жасаймыз. Этимологиялық сөздіктерде сөздердің, яғни біздің тілімізге қайдан пайда болды, қашан енгені және қандай мағына беретіндігі жайында қарастырылады. Тіл білімінің лексикология саласының тағы да бір ең үлкен саласы ол семасиология деп аталынады. Семасиологиясыз сөзді біз зерттей алмаймыз. Өйткені семасиология сөздердің мағынасын зерттейтін сала. Яғни сөзде мысалы екі мағына болады. Жалпы кез келген сөзді алайық, ол үстеу болсын, шылау болсын, одағай болсын. Оларда екі мағына болады. Біріншісі лексикалық мағына, екіншісі грамматикалық мағына. Яғни осы сөздердің лексикалық мағынасы осы лексикологияның семасиология саласында қарастырылады. Яғни сөздердің тура мағынасы, ауыспалы мағынаның берілу жолдары барлығы да осы семасиология саласында тереңінен зерттелінеді. Келесі лексикологияның ең бір үлкен саласы ол лексикография.
Лексикография грек тілінен аударғанда сөз графо жазамын деген мағынаны білдіреді, яғни жазу туралы ілім, былайынша айтқанда. Бұл сала бүкіл тілдегі сөздіктерді зерттейді. Сөздіктердің әртүрлі типтерін айқындап белгілеп береді. Сонымен бірге сөздіктерді құрастыруға қатысты сан алуан практикалық жұмыстардың мазмұны мен тегін айқындайтын сала. Лексикография, яғни бүкіл сөздіктерді зерттейтін десек, сөздіктердің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Аударма сөздіктер, ана тілінен шет тіліне аударма сөздік, шет тілінен ана тіліне арналған аударма сөздік. Одан кейін абай тілінің сөздігі шығып жүр, түсіндірме сөздік бар, этимологиялық сөздік бар, терминологиялық сөздік. Яғни сөздіктің түрлері өте көп. Орфоэпиялық сөздік бар, орфографиялық сөздік бар. Яғни әр сөздіктің өзінің атқаратын функциясы, өзінің атқаратын міндеті бар. Енді біз бүгінгі лекциямызда қысқаша түрде қорытындылайтын болсақ, біз бүгінгі лекциямызда, дәріс сабағымызда лексикология саласына тоқталдық. Лексикология саласының қарастыратын мәселесі, оның семасиология, аномасиология, фразеология, этимология сияқты сынды салаларына, тарихи лексикологияға, сипаттамалы лексикологияға тоқталып өтті. Енді ол әр саласы лексикология, мысалы этимологиясы, семасиология, фразеологиясы жеке өз алдына дәріс болып қарастырылады. Ол кезде осы салалар тереңінен қарастырылатын болады жан-жақты, яғни зерттеу нысаны, қолданылатын әдістері. Біз осымен бүгінгі дәрісті аяқтаймыз. Мұқият тыңдап отырғандарыңыз үшін көп рахмет, және осы дәрісімнің сіздер үшін үлкен пайдасы болады деп мен сенім білдіремін. Назарларыңызға рахмет.